Сәлем достар, сіздермен бірге мен Меруерт. Бүгін біз Алматы қаласында білген ой сана олимпиадасының жеңімпаздарын марапаттау сәтіне келіп тұрмыз. Бірер минуттан кейін бізде олимпиаданың марапаттау кезеңі басталады. Оған дейін менің қасымда ата-аналардың өздерінің пікірлерін білейік. Мына жерге балдарымыз, менің неберем қатысып отыр. Білген ой сана олимпиадасына қатысуға келді. Соның қуанышына ортақ болып келіп отырмыз. Мынау білген ой сана орталығына өз алғысымызды білдіреміз және Роза апайға өз алғысымызды айтамыз. Балдарымыз Құдай қаласа жеңіспен оралайық. Балдарды Құдайға шүкір өте дайындап, осына нәтиже көрсеткеніне өте қуаныштымын. Әйтеуір республикалық дәрежеге жетіп отқанымызға қане енді осыдан бір орын алып, халықаралыққа шықсақ қуанышым шексіз болар еді. Шексіз рахмет бәріне. Сіздерге де алғысымыз шексіз. Мінекей осындай көңіл күймен біз сіздерді білген ой сана олимпиадасының марапаттау рәсімінде күтетін боламыз. Бүгін құрметті Қазақстанның болашағы жас бүлдіршіндер, енді мынау барлық бүгінгі осындай сонау Қазақстанның түкпір-түкпірінен келіп отырсыздар. Бірінші сендерге алғыс. Мынау Қазақстанның ауылдың балалары мен қала баласының білімі теңесін деген мақсатта, осы ұлттық құндылықты дәріптеу мақсатында осы бір курсты бастаған едік. 4 жыл бұрын мынау 4-ші рет өтіп жатыр. Баршаңызға, әсіресе мынау бүлдіршіндерімізге командамен келген алғысымыз шексіз. Оларды дайындаған ұстаздарына, оларды алып келген ата-аналарына мың алғыс. Құрметті қауым, мынау марапаттау рәсіміне кезек беретін болсақ, сонымен сахна төріне білген ой сана олимпиадасы бойынша асар қырандары Шымкент қаласынан, Дарын тобы Тараз қаласынан, Жас қыран тобы Жамбыл облысы. Мен енді өте керемет. Жалпы талантты балдарды ерте анықтап, оларға дамыған мүмкіншілік берген осы білген ой сана жүйесіне шын алғысым келеді. Биыл өте көп балдар қатысты. Мен білген жүйесіне жалпы осы бастап жүрген азаматтарға жұмыстарын сәттілік тілеймін. Ал енді ең үлкен қуаныш балдар үшін. Себебі біздің балалар осы білген ерекшелігі ауылда, алыстағы ауылда тұратын балаларға, қазақ тілін оқитын балаларға осындай мүмкіншілік берген өте тамаша бір жақсы бастама деп ойлаймын. Балдарымызға жеңістер көп болсын. Ұстаздарға рахмет көп, ата-аналарға рахмет. Осындай жеңістеріміз, жетістіктеріміз көп бола берсін. Іске сәт, көбірек қатысыңыздар, тек қана жеңістер болсын. Жас математиктер Ақтөбе облысы, Алғырлар тобы Алматы облысы. Өте керемет шара өтіп жатыр. Бұл сіздің арқаңыз. Өзіңіз қандай сезімдесіз? Қалай өтуде деп ойлайсыз? Барлығы керемет болды. Ойдағыдай ең бастысы ата-аналарға рахмет. Бүлдіршіндеріміз қазірден команда болып жұмыс істеу мәселесін түсініп жатыр. Барлық балаларға, баршаға сәттілік. Рахмет. Рахмет.